Қайырлы күн қыздар, бүгін біз сіздермен чак-чак дайындайтын боламыз. Алдымен табамызға 3 жұмыртқа, шым-шым тұз, жарты чайный ложка сода қосып жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін ұнымызды қосып жақсылап араластырып, біркелкі масса болғанша илейтін боламыз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін жарты сағатқа тұндырып қоямыз. Содан кейін тұнған қамырымызды алып, жұқалап жайып, көбіктерге бөліп, кесіп шығамыз. Қамырды кесіп жатқан кезімді видеоға түсіруге ұмытып кетіппін. Сол себепті өздеріңіз көбіктеп кесіп, қызып тұрған майға жақсылап қызғылт сары болғанша қуырып аламыз. Дайын болған чак-чактарымыздың бетіне қойылтылған сүт немесе сахарный пудра сеуіп, әсемдеп, әрлеп қоямыз. Чак-чактарымыз дайын. Рецепт пайдалы болса, лайк басып, арнама тіркеле кетіңіз.